Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай ең керемет әдемі болып шығатын өрілген нан жасайтын боламыз. Өзі дәмді және де әдемі болып шығатын, қонақ келгенде дастарханға сәнін келтіретін нанның бірі. Алдымен біз осындай қамырын дайындап аламыз. Бізге електен өткізілген ұн қажет. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Және де жылы су, жылы сүт, қант пен тұзымызды саламыз. Және де аштығымызды салып барлығын жақсылап илеп аламыз. Бізде қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр шығу қажет. Басында бірікпеуі мүмкін, кішкене қаттылау болуы мүмкін. Жақсылап илеп ең қандысаңыздар, бізде барлығы да жақсы болып шығады. Осылай барлығын жақсылап илеп шықсаңыздар, асықпай. Ендігі біз осының үстіне осы сұйық майымызды құйып, 10-15 граммдай сұйық майымызды құйып, жақсылап барлығын илеп аламыз. Міндетті түрде 10-15 минуттай ең қандырып илеп алыңыздар, сонда біздің нанымыз көтерілгенде әп-әдемі көтеріліп жұмсақ болады. Міндетті түрде мына осындай жұмсақ болып шығады. Міне иленген қамыр осындай болады. Міне жақсы етіп ең қандыруымыз қажет. Міне мен илеп ең қандырдым. Ендігі осыны жылы жерге бетін жауып қоямыз. Сағат 1 сағат жарымға қоямыз. Енді міне менің қамырым дайын болды. Сағат жарымдай тұрды. Менде осы қамырымызды енді біз бөлшектерге бөлеміз. Мен осы қамырды 100 граммнан бөлемін. Сіз 100 граммнан или 90 граммнан бөлсеңіздер болады. Таразы болмаса көз мөлшермен бөлсеңіздер болады. Бізге 16 бөлік қажет. Біз осы 16 бөліктен 4 нан шығарамыз, 4 үлкен нан шығарамыз. Осылай өлшеп аламыз. Мына мен бөлшектерге бөліп алдым. Ендігі өру әдісін сіздерге көрсететін боламын. Мына қолымызды сұйық маймен майлап аламыз. Осылай қамырымызды илейміз ұзынша қылып, ортасын шамалы томбитіп қалдырып, екі шетінен бассаңыздар, өрген кезде өте әдемі болып шығады. Мына осылай 4 бөлігін осылай ұзынша қылып илеп аламыз. 4 қамырымызды. Мына 4-еуін илеп алдық. 4 қамырды енді бастарын шамалы біріктіреміз. Осылай 4-еуінің. Біз 4 өрілген жасаймыз, 3 өрілген емес, 4 өрілген жасаймыз. Мына видеодағыдай мұқият қарап шықсаңыздар, міндетті түрде осындай әдіспен жасасаңыздар, сізде міндетті түрде шығады. Осындай әдемі болып. Мына ішкі жағын сыртқа шығарамыз. Сыртқы жағындағысын ішке кіргізетін боламыз. Солай біз өру әдісі осылай өретін боламыз. Мына ішкісін сыртқа шығарып, сырттағысын ішке кіргізіп осылай өреміз. Осы рецепттің толық нұсқасын осы описаниеда қалдыратын боламын. Сол жерден көре алатын боласыздар толықтай. Осы барлығын осы видеодағыдай көріп тұрғандай жасасаңыздар, қолданыңызда үйреніп кетеді. Міндетті түрде әдемі болып наныңыз шығады. Мына 4 жағы да бірдей 4 өрілген болып шығады. 4 жағы да бірдей өрілген. Өте әдемі. Тағы да қазір келесі видеода көрсететін боламын. Тағы да өрілу әдісін. 4-еуінің басын біріктіріп осылай. Егер де сіз осыдан кішілеу нан жасағыңыз келетін болса, онда сіздер 50 граммнан бөліп аласыздар. 50 граммнан бөліп алғанда сізде сонда 8 нан шығу керек. Әдемілеп дастарханға қоюға тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, кішілеу жасауға да болады. Кішілеу түрін онан 50 граммнан бөліп аласыздар онда.
мына сізде 8 нан шығады, мына 100 граммнан бөлгендеріңіздің сізде 4 нан шығады бізде. Мен қазір осы үлкен түрін жасап жатырмын. Мына осылай тап видеодағыдай өріп шығасыздар. Осы қамырымызды барлығын толықтай өріп алғаннан кейін, осылай барлығын өріп шыққаннан кейін міндетті түрде 15-20 минутқа бөлме температурасына бетін жауып қалдырамыз. Міне біздің нанымыз осылай дайын болды. Енді 15 минутқа 20 минутқа бөлме температурасына қалдырамыз. Міне біздің нанымызда томпиып жақсы болып тағы да көтеріледі, күйіп. Ендігі мен осы сары уызға, жұмыртқаның сары уызына бір ас қасық сүт қосып, барлығын толықтай беттеріне жауып шығамын. Осы 4 нанның 4-інің бетіне жағып шығамын толықтай. Осылай әдемі толықтай жағып шығамын. Және де қалауыңызша үстіне күнжіт сепсеңіз де болады. Болса қара күнжіт болсын, әдемілеп. Болса или ақ күнжітпен істесеңіз де болады. Қалауыңызша қалай бар, солай жасаңыз болады. Енді осы қамырымызды толық болғаннан кейін 220 градуста 25-30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің нанымыз пісіп шықты, өте әдемі, қып-қызыл болып шықты. Тура дүкендегідей болып шығады, әп-әдемі, аппақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, көңіліңізден шығады деген ойдамын. Ұнап жатса, міндетті түрде подписка жасап, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Рима. Баршаңызға да көп-көп рахмет. Ас болсын.